Сәлем достар, мен сіздерге осындай топ 4 ұсынбақшымын. Фарштан жасалған тағамдар. Ең бірінші куриный котлетке мне куриный филе, грудка болды менде, картошка, пияз, 2 кусок нан болды. Нанның шеттерін алып тастадым, тек жұмсақ жерін ғана, бетіне сүт құйып, жақсылап жібітіп қойдым. 1 кеседей сүт құйдым. Куриный грудкамызды жақсылап жуып, 1 үлкен пияз, 1 картошка, ет тартқыштан осылай жақсылап өткізіп аламыз. Ет тартқыштан чеснок қоссаңыздар болады. Менде балалар чеснок жемейді, сол үшін қоспадым чеснок. Осылай ет тартқыштан жақсылап өткізіп аласыздар. Формировать етіп, осылай ұнға аунатып, сұйық майға қуырып аламыз сковородкаға, қызартып 2 жағын. Қуырып алған соң менде поджаркаға пияз, морков, болгар бұрышын жақсылап турап, осы майға қуырып алдым да. Майға қуырып алып, аздаған су құйып, котлетімізді салып, жарты сағаттай бұқтырдым. Жарты сағатта дайын болады. Гарнирге кез келген осындай картофельный пюре, макарон, рожки макарондар және де кез келген күріш, суға піскен гречка ұсынсаңыздар болады. Келесі топ бризоль менде. Бризоль өте оңай тағам мен үшін. Бризоль жасау үшін тек қана фаршқа тұзы бұрышын ғана қосамын. Және де осы салафан керек болады, 1 теңгелік. Соны ортасынан қиып алдым да, жақсылап салафанға домалатып, фаршымды салып, оқтаулап, жұқалап жайып алдым. Және де осындай үлкендеу тарелкаға 1 жұмыртқаны жақсылап араластырдым да, жаңағы жайған фаршымды осылай үстіне қойдым. И сол беті сковородкеге майға қуырып алдым. Келесі жол мында бізде тефтели. Тефтелиге мясной фарш, жала піскен күріш, пияз ұсақталған жұмыртқа қостым. Чеснок қоссаңыздар болады әрине. Жақсылап араластырып, осы заттардың бәрін осындай шарик қылып формировать етесіздер. Ұнға аунатып, дайындап аласыздар. Және де аздаған май құйып, сковородқа осылай 2 жағын қызартып, жақсылап қуырып аласыздар. Поджарка осылай де пияз, морков, болгар бұрышы кішкене қуырып алып, су құйып, үстіне салдым. Аздаған су құйып, бұқтырып алдым 20-25 минутқа. Және осылай гречкамен ұсындым мен. Өте дәмді болады. Тефтели гречкамен. Тефтелінің ішінде итак күріш бар, сол үшін гречкамен ұсындым. Келесі топ еттен котлетімізді жасаймыз. Кәдімгі фаршқа осылай пияз, чеснок, 2 кусок нанды, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, формировать етіп, дәл солай котлет қуырып аламыз аздаған майға. Және де поджарка жасап, тоже самое үстіне котлеттерімізді орналастырып, жарты сағаттай бұқтырамыз. Осылай бетіне бәрін орналастырып, крышкасын жауып, жарты сағат орналастырдым. Бетіне жақсылап пияз септім, көп пияздарды. Котлетіміз дайын, жарты сағатта дайын болады. Мен осылай күрішпен ұсындым котлетті. Өз қалауларыңызша әсемдеуге болады.